Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз түрік отбасымызбен демалыстың кереметтей шуақты күнін табиғат аясында өткізейік деген ниетпен Көксу ер көпірі шәләлісі деп аталатын кереметтей водопадқа шығамыз. Алдымен таңғы асымызды түрік әпкемнің үйінде ішіп алуды жөн көрдік. Ол бізді шақырды таңғы асқа. Түріктерде жалпы сондай дәстүрлерінде бар, таңғы асқа шақыру деген. Тек қана жақын адамдар ғана емес, қонақтарды да кейде таңғы асқа шақырады. Мінекей осындай керемет таңғы ас. Мінекей біздер жолға шықтық. Білесіздер, біз Коня қаласында тұрамыз. Коня қаласынан бұл Көксу ер көпірі деп аталатын водопадқа дейінгі жол шамамен 1,5 сағатта уақыт алады. 110-115 километр ұзақтықта Коняның Хадим деп аталатын қалашығына әлдеқайда жақын. Хадимге 23 километр қашықтықта, ал Конядан, яғни осы орталықтан 110-115 километрдей ұзақтықта жол бойы. Мінекей осындай керемет көрініс, таулардың арасымен кетіп бара жатырмыз. Түркияның жалпы барлық жері осындай, көбіне таулы, қыратты сондай жері. Енді бір жағынан сұлулығы көз тартады, бірақ бір жағынан енді өкінішке орай Түркияның көп бөлігі осы сейсмологиялық тұрғыда белгілі бір рисклері бар. Мінекей біз келдік және де тұрақтан түскеннен кейін жолға осы мінекей водопадқа келіп қалдық. Бұл водопадтың екі есімі бар. Біреулері Көксу шәләлісі дейді, біреулері ер көпірі деп атайды. Осы интернеттен қарасаңыз екі атауы да бар, бірақ жолдағы табельдарда, яғни жолда жазады ғой, қай қала, қай жаққа жүру керек дегендей сол жазуларда жолдағы негізінен Көксу деп тұрады, Көксу шәләлісі деп. Бірақ тағы бір атауы бұл ер көпірі. Шәләлі деген бұл водопад дегенді білдіреді. Мінекей осындай өте әдемі сондай бір жер. Түркиядағы әдемі жерлердің бірі. Бұл жер кереметте әсем ғажайып жер. Бұл екі судың тоғысқан жері. Көксу деп аталатын өзен осы жерге, осы үңгірге келеді. Ер көпірі деп аталатын үңгірге келіп, сол жерден жоғалып кетеді деп айтады. Жоғалғанда жаңағы жер асты суларына қосылып, кейін жерорта теңізіне құяды екен. Және де жоғарыдан аққан су, бұл Қарасу деп аталатын бұлақ, сол да жоғарыдан келіп құйылып, осы екі су бір жерге тоғысады екен. Сонда осындай керемет әсем көрініс. Бұл көріністі енді әсіресе маусым айында көргенде ғажайып әсемдікке толы болады. Бұл жер гүлдер жайнап сөйтіп, маусым айында келсе әлдеқайда әдемі екен. Негізінен бірақ бұл жерге кіру тегін. Сол үшін де Түркияның түкпір-түкпірінен туристер келеді. Тек қана Түркиядан емес, жалпы шетелден келген туристер де ағылып келіп жатады. Кіру айтқанымдай тегін бұл жерге. Одан бөлек бұл сарқыраманың жанында керемет пикник алаңы бар. Міне көріп отырғандарыңыздай, судың ағып, арық секілді ағып жатқан жерінде де отырып тамақтанып пикник жасауға болады. Немесе мына жерде осындай көпір бар, сол көпірден өтіп жоғары жақтан сол келесі жаққа өткен кезде пикник жасайтын орындар бар. Мінекей біз көпірдің үстіне келдік. Осы жерде сарқыраманың қалай жоғарыдан ағып жатқанын көре аласыздар. Обед уақыты болған соң кішкене тіске басарларымызды алған болатын жолға, соларды жеп кішкене демалып отырдық. Түркияда маған ең ұнайтыны, әсіресе осы мен тұратын Коня қаласында, сол Коня қаласына жақын аудандар, сол Коня қаласына қарайтын кішігірім қалашықтар болсын, қай жерге барсақ та осы барлық жерде парктер өте көп. Сонысы өте қатты ұнады, өйткені отбасымен уақыт өткізуге керемет мүмкіндік. Қай жерге барсаң да демалып, таза ауа жұтып,
айналадағы әсемдікке тамсанып қарай аласың. Бұл парктерде мысалы ойын алаңдары да бар. Ағаштың неше түрі егілген, тіпті су келіп тұр әрбір жерге, таза су, қол жууға болсын, басқасына болсын. Және де мына жанымызда осындай бұлақ бар екен. Сонында бір видеоға түсіріп алайын дедім. Өте әдемі бір жер. Жоғары жақта мына отырған жерімізде мінекей көріп тұрсыздар, жартастар бар екен, үңгірлер бар секілді. Адам кезінде бір адамдар тұрған жерге ұқсайтын бір үңгірлер көрдік, үлкен ұзақтан қарағанда. Енді нақты білмедік тарихын. Жалпы осы жерде егерде тамақтанамын десеңіздер, кафе, ресторандар да бар. Міне осындай бірнеше сондай тамақтану орындары бар. Сонымен бұл видео сіздерге танымдық, пайдалы бір видео болса, лайктарыңызды аямай қоя кетіңіздер. Сіздермен келесі кездескенше сау болыңыздар.